Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. 53 жасында тағы да ақ көйлек кием деп ешқашан ойламаппын. Жастық шағымда тұрмыс құрып, ұзақ жыл отасқан күйеуімнен 5 жыл бұрын айырылғанмын. 3 балам өсіп, әрқайсысы өз алдына шаңырақ көтерген. Немерелерім де бар. Сол себепті өмірімнің қалған бөлігі тыныш өтеді деп ойлаған едім. Бірақ тағдыр адамның жоспарын сұрамайды екен. Ерланмен танысқанымда 52 дедім. Ол менен 2 жас үлкен болатын. Әйелі бірнеше жыл бұрын қайтыс болған. Алғашында жай ғана амандасып жүрдік. Кейін әңгімеміз жараса бастады. Бір күні ол маған жалғыздықтан шаршадым деді. Мен үндемедім. Өйткені мен де шаршаған едім. Үйге келгенде балаларының бәрі өз тіршілігімен кетеді. Кешке жалғыз шай ішемін, теледидар қосып қоямын. Бірақ үйдің іші бәрібір тым-тыныш болатын. Бір жылдан кейін Ерлан маған ұсыныс жасады. Алғашында келіспедім. Осы жаста ел не дейді, балаларым қалай қабылдайды деген ой маза бермеді. Бірақ балаларының өзі күтпеген жауап айтты. Анашым, сіз де бақытты болуға лайықсыз деді қызым. Сол сөзден кейін жүрегін жөіп сала берді. Сөйтіп көктемнің сонында той болатын болып шешілді. Той болатын күн тез келді. Таңертеңнен бастап үйдің іші адамға толды. Көршілер, туыстар, құдалар, бәрі қарбалас. Біреулер қуанып жатса, біреулер сыбырласып жүргенде байқап қалдым. 53-те келін болғанды қараш. Қазіргінің адамдары қызық. Ұялмайды екен. Осындай сөздердің үзінділері құлағыма жетіп жатты. Бұрын болса қатты ренжір едім. Бұл жолы мән бермеуге тырыстым. Өйткені өз бақытым үшін ұялатында ештеңе істеген жоқпын. Кешке қарай беташар басталды. Домбыра үні естіліп, той қыза түсті. Бетіме ақ орамал жабылған сәтте жүрегім ерекше толқыды. Жымадағы қызда емес екенмін. Қазір бәрін кереңірек сезінеді екенсің. Әр сөздің салмағы бар. Әр адамның ниеті көрінеді. Сол кезде болашақ енемнің даусын естідім. Келініміз ақылды болсын, үйдің берекесін кіргізсін деді. Даусы жылы шыққандай болды. Іштей қуанып қалдым. Мүмкін бәрі жақсы болатын шығар деп ойладым. Бірақ мен қатты қателескен екенмін. Түнде той аяқталған соң шаршап әрең отырдым. Күні бойы аяқтан тік тұрғандықтан белім де ауырып кеткен. Ерлан екеумізге арнайы бөлме дайындап қойыпты. Үй үлкен екен, ауласы кең. Бірақ маған бәрі жат сезілді. Жаңа үй, жаңа адамдар, жаңа өмір. Ұйықтар алдында ұзақ ойланып жаттым. Ертеңнен бастап бұл үйде келін атанамын. 53 жастағы келін. Өмір қызық екен. Сол оймен көзім ілініп кеткен. Таңертең ерте оянып кеттім. Сырттан адамдардың дауысы естіледі. Ас үй жақта әйелдер шай дайындап жүрген сияқты. Бетімді жуып, сыртқа шықтым. Бәрі маған қарап тұрғандай көрінді. Бірақ ешкім ештеңе демеді. Мен де амандасып, ас дайындауға көмектесе бастадым. Бір кезде екі әйелдің сыбырласқанын естіп қалдым. Көрдің бе? Иә. Апасы барып қарап шыққан екен. Мен тоқтап қалдым. Нені қарап шыққан? Әйелдер бір-біріне қарап қалды. Ештеңе емес. Дауыстары өзгеріп кетті. Бірақ көңіліме күдік кірді. Бір нәрсе болғаны анық еді. Түске қарай дастархан басында отырғанбыз. Сол кезде қайынсінім күліп жіберді. Анам да қызық өзі. Бөлме іші тынышталып қалды. Енесі оған көзін аларта қарады. Артық сөйлеме, бірақ сөз айтылып қойған еді. Не болды? Деп сұрадым. Ешкім жауап бермеді. Сәлден кейін қайынсіңдім байқамай айтып қойды. Таңертең төсектеріңді тексеріп шыққан ғой. Қолындағы кесе дір ете қалды. Бөлме іші тағы да тынышталып кетті. Ал мен естігеніме сене алмадым. Қалай тексерді? Ешкім үндемеді. Тек енем ғана салқын жүзбен шайын ішіп отырды. Жүрегім дүрсілдеп кетті. 53 жастағы әйелмін. 3 баланың анасымын. Немере сүйіп отырған адаммын. Ал біреу мені жаңа түскен жас келіндей сынап жүр. Сол сәтте қатты қорланғанымды сездім. Бірақ қонақтың алдында үндемедім. Өзімді әрең ұстап отырдым. Кешке қарай адамдар азайып, үй тыныштала бастады. Мен аулаға шығып, жалғыз отырдым. Көңілім құлазып кеткен. Сол кезде көрші апай келді. Жасы 70-ке таяған кісі екен. Қасымда біраз үнсіз отырды. Сосын жай ғана. Ренжіп отырсың ба? Деді. Мен таңырқап қарадым. Неге? Таңертеңгі жағдайға. Демек, бәрі білген. Бұл мен ойлағаннан да жаман еді. Иә, ренжідім. Апай ауыр күрсінді. Сен бірінші емессің.
Не дейсіз? Осы үйге түскен келіндердің бәрі сондай сынақтан өткен. Денем тітіркеніп кетті. Бәрі ме? Бәрі. Неге? Апай жан-жағына қарап алды. Сосын ақырын ғана. Оның өз себебі бар. Қандай себеп? Оны кейін өзің де білесің. Осыны айтты да орнынан тұрды. Мені одан сайын ойға қалдырып кетті. Сол түні ұйықтай алмадым. Көрші апайдың сөзі қайта-қайта есіме түсе берді. Сен бірінші емессің. Бәрі сондай сынақтан өткен. Демек бұл кездейсоқ әрекет емес. Бұл әдет. Арнайы жасалатын нәрсе. Бірақ не үшін? Қандай мақсатпен? Жауабын таба алмадым. Түн ортасында су ішуге шықтым. Дәлізден өтіп бара жатқанымда ас үй жақтан дауыс естілді. Енем біреумен телефонмен сөйлесіп отыр екен. Мен байқамай тоқтап қалдым. Иә, бүгінде қарап шықтым. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Жоқ, бұл да басқалар сияқты емес екен. Жүрегін тарс ете қалды. Басқалар сияқты емес дегені не? Ол тағы сөйлеп жатты. Әлі ерте, біраз уақыт бақылау керек. Мен одан әрі тыңдай алмадым. Бөлмеме қарай үнсіз қайтып кеттім. Бір нәрсе анық еді. Енемнің маған қатысты қандай да бір жоспары бар. Ал оның не екенін мен әлі білмейтінмін. Таң атқанша көз іле алмадым. Енемнің түндегі сөзі ойымнан кетер емес. Бұл да басқалар сияқты емес екен. Әлі ерте, біраз уақыт бақылау керек. Кімді бақыламақ? Неге бақыламақ? Мен қылмыс жасап жүрген адам емеспін ғой. Бірақ бұл сұрақтардың жауабын таба алмадым. Таңертең әдеттегіден ерте тұрдым. Жаңа түскен келін болған соң қол қусырып отыруға ұялдым. Ас үйге кірсем, енем әлдеқашан оянып алыпты. Маған басынан аяғына дейін бір қарап шықты. Ерте тұрғаның жақсы екен деді. Даусы жылы емес, суық та емес. Бір түрлі. Не ойлап тұрғанын түсіну қиын. Мен үндемей шай дайындауға кірістім. Бір кезде қамыр илей аласың ба деді. Әрине. Көрейік онда. Сол күні таңғы асты түгел өзім дайындадым. Бауырсақ пісірдім, шай қойдым, дастархан жайдым. Бірақ енемнің жүзінен ризашылық көрмедім. Керісінше, кемшілік іздеп отырғандай көрінді. Түске қарай үйге туыстар келе бастады. Тойдан кейінгі қонақтар. Әйелдер бөлек отырды. Ер адамдар бөлек отырды. Бір кезде енем бәрінің көзінше: "Біздің келіннің қолы қалай екен, байқап көрейік" деді. Мен түсінбей қалдым. Сөйтсем, әңгіме тамақ туралы екен. Қонақтардың бәрі мен дайындаған асты жеп отыр. Өзімді емтихан тапсырып отырған оқушыдай сезіндім. Тұзы дұрыс екен, еті жұмсақ екен. Жаман емес. Осындай сөздер айтылып жатты. Бірақ енемнің өзі үндемеді. Соңында үйренеді әлі деді. Сол ғана. Кешке қарай бәрі кетіп қалды. Мен шаршап тұрғанмын. Сонда да үй жинауға кірістім. Бір кезде жатын бөлмеден енемнің дауысы шықты. "Ей, бәрің бері келіңдерші." Дауысы қатқыл шықты. Үйдегілердің бәрі жиналды. Мен де бардым. Енемнің жүзі сұп-сұр болып кеткен. Сақинам жоқ. Бөлме іші тынышталып қалды. Қай сақина? Алтын сақинам. Мен ештеңе түсінбей тұрдым. Қайда қойған едіңіз? Осы үстелдің үстінде тұрған. Барлығы іздей бастады. Төсек асты қаралды. Сөрелер тексерілді. Жәшіктер ашылды. Бірақ сақина табылмады. 1 сағат өтті. 2 сағат өтті. Әлі жоқ. Сосын енемнің көзі маған түсті. "Бөлмеге бүгін кім кірді?" Ешкім жауап бермеді. "Мен сұрап тұрмын." Қайынсіңлім: "Таңертең жеңеше кірген еді ғой" деді. Бәрінің көзі маған ауды. Жүрегін зу ете қалды. Мен тек шаң сүрттім. "Басқа ештеңе істемедің бе?" "Жоқ." Енем үндемей қарап тұрды. Сол үнсіздіктің өзі ауыр еді. Кешкі ас кезінде ешкім дұрыс сөйлемеді. Менің де тәбетім болмады. Бір кезде үлкен қайнағам: "Мүмкін басқа жерге қойған шығарсыз" деді. Енем басын шайқады. "Жоқ." Сосын тағы маған қарады. Мен бәрін түсіндім. Ол мені ұр деп ойлап отыр. Түнде Ерланға айттым: "Анаң маған сенбей жүр." "Жоқ, сен артық ойлап отырсың." "Жоқ, байқап жүрмін. Анам ондай адам емес." Осы сөз жүрегіме тиді. Өйткені ол анасына сенді. Ал маған сенбегендей көрінді. Ертеңінде жағдай тіпті қиындай түсті.
Таңғы шай үстінде енем күтпеген сөз айтты. Үйде бөтен адам жоқ. Бөлмеше тып-тыныш болды. Демек Сақинаны біреу алған. Ешкім сөйлемеді. Менің қолым дірілдеп кетті. Не айтқыңыз келіп тұр? Өзім де білмеймін. Бірақ маған қарап отырсыз. Мен ешкімнің атын атаған жоқпын. Бұл сөзден кейін көзіме жас келді. Өйткені кейде ашық айттаудан да ауыр нәрсе болады. Ол күмән. Түстен кейін тағы бір соққы алдым. Үйге екі көрші әйел келді. Олар шай ішіп отырып әңгімені Сақинаға бұрды. Табылмады ма әлі? Жоқ. Қызық екен. Мен олардың бәрін түсіндім. Әңгіме әлде қашан ауылға тарап кеткен. Кешке қарай аулада кір жайып жүргенмін. Сол кезде көрші апай тағы келді. Баяғы апай маған аяушылықпен қарады. Басталды ма? Не басталды? Оның сынып. Денем мұздап кетті. Бұл да сынап па? Апай басын изеді. Бұрынғы келіндер де осылай бастан өткізген. Қандай келіндер? Бұл үйге түскендердің бәрі. Сонда Сақина, апай бірден сөзінді бөлді. Асықпа, әлі көп нәрсе көресің. Осыны айтты да кетіп қалды. Сол түні ұйықтайын деп жатқанмын. Бір кезде дәлізден сыбдыр естілді. Есікті сәл ашып баратын. Енем екен. Ол жалғыз өзі бір затты шкафтың ішіне салып жатты. Қолында кішкентай қызыл қорап болды. Мен анық көре алмадым. Бірақ әлгі қорап маған таныс сияқты көрінді. Дәл сол сәтте енем бұрылып қалды. Екеуміздің көзіміз түйісіп кетті. Бірнеше секунд үнсіз тұрдық. Сосын ол жай ғана: "Ұйықтамадың ба әлі?" Су ішейін деп едім. Енемнің жүзінде түсініксіз күлкі пайда болды. Ертең қызық күн болады. Осыны айтты да бөлмесіне кіріп кетті. Ал менің жүрегім бір жамандықты сезіп тұр еді. Енемнің кешегі сөзі түні бойы маза бермеді. Ертең қызық күн болады. Бұл сөздің астарында не жатқанын түсінбедім, бірақ бір нәрсенің болатынын сездім. Таңертең оянғанда көңілім алаң еді. Үйдің іші әдеттегідей емес. Бәрі бір нәрсе күтіп жүргендей. Шай үстінде ешкім артық сөйлемеді. Тек енем ғана бәрімізді кезек-кезек бақылап отырды. Бір кезде орнынан тұрды. "Бүгін үйді толық жинаймыз." "Жарайды", дедік бәріміз. "Әр бөлме мұқият қаралсын." Дауысы ерекше қатқыл шықты. Сол сәтте жүрегім бір нәрсені сезді. Бұл жай ғана тазалық емес, ол әлгі Сақинаны іздеуді жалғастырмақ. Түске дейін бүкіл үй астан-кестең болды. Шкафтар ашылды, сөрелер түсірілді, төсектер қозғалды, қорыптар қаралды. Бірақ Сақина табылмады.